Абай Құнанбайұлы екінші қара сөзі. Мен бала күнімде естуші едім, біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Кең қолтық, шүлдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әке-өке десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноқай десеңші, түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан жаман сарыбас орыс. Орыс ойына келгенін қылады деген. Не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бар депті деп. Сонда мен ойлап